Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметте дастарханыңыздың көркін келтіретін кереметте салат әзірлейтін боламыз. Видеома лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын, және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін маринадтайтын боламыз. Тауықтың төс етін аламыз. Тұз, қара бұрыш, паприка сеуіп, алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қыздырып 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді тауықтың төс етін толықтай суытып болған соң кубиктеп майдалап турайтын боламыз. Енді келесіде соленый огурцымызды майдалап кубиктеп турап шығатын боламыз. Алдын ала пісіріп, суытып болған сәбізімізді осылайша қиғашынан видеодағыдай турасаңыздар болады, болмаса кубиктеп турасаңыздар болады. Және алдын ала қайнатып алған картобымызды осылай толықтай суытып болған соң осылай видеодағыдай қиғашынан турасаңыздар болады. Болмаса майдалап кубиктеп турасаңыздар болады. Қалағанша турасаңыздар болады. Енді қызанағымызды тураймыз. Мен ұзынша етіп турап ортасынан бөлдім. Енді чесногымызды осылай чеснокпен езетінмен істейміз, болмаса пышақтың көмегімен майлап турасаңыздар болады. Енді майдалап болған чесногымыздың үстіне майонезімізді саламыз, 20% сметана саламыз және жақсылап біріккенше араластырамыз. Бұл бізде соус. Және көк пиязды осынша видеодағыдай ұзынша етіп тураймыз. Салатқа қосамыз. Міне салатымыз жақсылап араластырып, қатты араластырсаңыздар езіліп кетеді картобымыз. Осы жай ғана араластырып, тарелкамызға саламыз. Мен салат листі алдын ала жуып, қолың көмегімен турап, енді сән үшін паприка, тәтті паприка сеуіп шықтым. Және үстіне оформленияға бальзамический крем жағып шықтым. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, өте дәмді салаттың бір түрі. Видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта осындай керемет рецептерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Осы видеоға қатысты пікірлеріңіз болса комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Қазақша контенті каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған бауырсақ ас болсын.